Ахмет Байтұрсовпен хат алысып тұрғаның жаңағы мына Сұлтан Махмұт Торай көріп Жүсіпбек Аймауыт дегендей сол кісілердің бәрімен Абай Құнанбаевпен жаңағы хат алысып тұрған жаңағы Абайдың інісі Шәкәрім Құдайбердімен хат алысқан адам, сол кісілердің бәрін көрген адам. Бұл кісі жаңағы Абай Құнанбаев бұл кісіні Мәшһүр Жүсіппен бір кездессе бәрі бар, мен Мәшһүрмін деп жаңағы алдап кете берген. Бір күні Мәшекең іздеп барса, әй сен Мәшекең болсаң айтшы қанеки, Құдай қайда, жаңағы тозақ қайда, жұмақ қайда, осының жан қайда деп айт дейді. Сонда Мәшекең айтады, Абайдың Құдай қайда екенін білмеймін, менікі жүрегімде дейді. А жан қай жерің ауырса сол жерде. Алған әйелің жақсы болса жұмақ болады, алған жаман болса тозақ болады деп. Ай шынымен Мәшекең деп жаңағы күткен екен. Сөйтіп бұл кісі жаңағы біздің дарабозымыз, жайсан жанды, жүрегі кең, қазақтың бір туар осындай бабамыз болған. Енді бұл кісінің қайтыс болғанына 160 жылдан асып кетті. Кезінде өзім 140 жылдығында айтыста болған осында. Менің есімім Қазыбек деген сері болған ақын, айтыскер ақын. Қазыбек Қасым ютубта барын. Тауып көрсеңіздер, осы менің каналым бар. Енді осы бабамызға бәріне арнап кітап жазғалы жатырмын. Ал енді келгендеріңіз болса, бабамыздың жатқан жері жайлы болсын. Алла тағала қабір азабынан сақтап, амалдап беріп, оң жағынан беріп нәсіп етсін дейміз. Келген қадамдарыңызға гүл бітіп, сауаптан